лаваштан өте жұмсақ болып шығатын наполеон дайындаймыз. Ол үшін лавашты алып, бірдей бөліктерге бөліп, духовканың тақтайшасына салып, 180 градуста 3-5 минуттен кептіріп аламыз. Ал кремін қант алмастырғышқа жұмыртқаны қосып жақсылап араластырамыз. Осы массамызға крахмалды біртіндеп қосып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Қайнап тұрған сүтке осы массамызды жай қоса отырып, араластырып, қою крем пайда болғанша жай отта осылай араластырамыз. Қалған қалдық лаваштарымызды да кептіріп, осылай майда бөліктерге бөліп езіп аламыз. Лавашымызды алып, арасына дайын болған кремімізді жағып, арасына кокосовой стружкой салсаңыз да болады, по вкусу. Қатар жинап, жан-жағын майдаланған бөлшектерімізбен осылай әсемдейміз. Бетіне кокос стружкасын себеміз, дайын ас болсын.